Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біздің кезекті сабағымызда қош келдіңіздер. Бүгін өзі мерекенің алдында бізде тақырыбы да қызық, сабақтың өзі де мерекелік сабақ болып табылады. Және де осы мерекеге қатысты біздің тақырыбымыз да сай келіп тұр екен. Ал сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз ана жаққа өтейік. Ана жақта қазір сіздермен билейміз. Бүгін күн керемет, сіздерге сәттілік тілеймін. Жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа ырыс әкелсін. Сөздерін білсеңіздер, сөздерді айтамын. Ал, жақсы, сіздерге осындай бүгінгі мерекелі күнде біздің ашылу сабағымызда сіздерге сәттілік тілеймін. Жайғасыңыздар. Жайғасыңыз бұрын. Мына сүйген бір аспап алыңыздар. Өздеріңізге оған. Жақсы. Бізде байқасаңыздар. Жақсы. Мына жерде бізде 4 карточкадан шықты. 4 жаңағы неден шықты, иә? Бірінші ол домбыраның суреті. Домбыра жаңағы тобы, онда екінші топ бізде табылады. Бірінші топ сіздерде. Мынау қандай инструмент? Жетіген. Жақсы, өте жақсы. Таптыңыздар, иә? Жақсы. Үшінші топ сіздерде. Жетігенмен бірге отырады. Жетігенмен бірге отырады. Сіздерде қобыз. Қобыз мұнда жиналады. Жақсы. Бала, енді сіздерге ең бірінші сұрақ. Бұл сабақтың тақырыбымен тікелей байланысты суреттер. Суретте біз нені таңдадық? Кім айтып жүреді? Қазақтың ұлттық аспаптары. Жақсы. Сіздер ән-күй сабағынан білетін шығарсыздар, музыка сабағынан. Жалпы қазақтың ұлттық аспаптарының неше түрі бар? Қандай түрлері бар? 3 түрі. 3 түрі. Қандай? Ұрмалы, үрмелі, ұрмалы, үрмелі, және шертпелі. Жақсы. Жетіген ол қандай аспап? Шертпелі. Жақсы. Домбыра? Шертпелі. Жақсы. Қобыз? Шертпелі. Жақсы. Сасырдай? Үрмелі. Себебі үріп орындайды. Жақсы, өте жақсы болады. Біз топтарға бөлдік. Енді топтардың ең басты көшбасшы спикерін тағайындайды. Мұнда, Ерасов, сіз өзіңіз боласыз. Так, мұнда бүгін баян болсын. Так, мұнда Айжан. Естай, жақсы, естай. Жақсы, енді топ ережесін ұмытпаймыз, иә? Тапсырма бізде өткен сабақтың алдыңғы білімін қайталау үшін сіздерге үй тапсырмасы берілді. Кеше ғана сіздермен біз зар заман жаңағы кезеңнің ақын шығармаларымен таныстық, иә, ерекшелігімен. Сіздерге үйге тапсырма болды. Осы ақын шығармалар, ақындардың, иә, пайда болуының 3 себебін анықтау. Естеріңізде ме? Саяси, экономикалық және әлеуметтік. Так, сіздерге енді бұл тапсырманы, кішкене тапсырма қиындатылған берілді. Сол себептен сіздерге топта талқылауға оны 30 секунд беріледі. Топтан сіздер жаңағы берілген үй тапсырмасын тез-тез талқылайсыздар да, мен тексеріп жіберемін. Уақыт кетті, 30 секунд. Жағдайы жаман болды, себебі шырайлы жерлерде. Сосын экономика. Қандай мәселелер болып жатқан? Экономика. Жақсы болар. Ал, жауаптарыңызды тыңдайық. Жеке-жеке сөйлейік, топтан. Так, назар аударамыз, иә? Мен кеше ауызшадан айтып кеттім бұл спикерларды. Енді сіздер қазір жауап берген кезде назар аударасыздар.
пайда болуын саяси факторын анықтайсыз, иә? Әлеуметтік факторын анықтайсыз, және экономикалық факторын анықтайсыз, 3 ұпай. Аяғым сізге осы қандай факторын анықтадыңыз сіз? Саяси. Жақсы айтып жіберіңіз бізге. Саяси. Қазақ жерінің Ресей жеріне отаршылдық және де қазақтардың өз жерлерінен тартылуы, сондықтан олардан осыдан зар заман ақындары пайда болады. Жақсы, келісем. Екінші топ қосатындарыңыз бар ма саяси факторға? Үшінші топ, төртінші топ. Саяси фактор. Жақсы, ең басы аяғым расында да дұрыс айтып жатыр. Саяси фактордың бірі, ол мына жерде болып жатқан саясаттың әшкерленуі, зар заман ақындарының жаңағы әшкерлеу, патша үкіметін жүргізген саясатын қазақтарға қатысты, отарлау саясаты, жерлерді тартып алу саясаты, тағысында. Жақсы, екінші фактор бізде әлеуметтік факторды кім анықтады? Қай топ? Жақсы, міне, үшінші топ, жұмыс істейміз. Әлеуметтік фактор ол қоғамның ішіндегі мәселелерді талқылау және олардың рухын көтеру, санасын кіргізу, осы себептермен және саясатқа не білдіру? Наразылығын білдіру. Дұрыс, өте жақсы. Жақсы, сіздерге мынандай сұрақ. Осы қазақ қоғамының дәстүрлі бұзылуын әшкерледі ме зар заман ақындары? Әлеуметтік құрылымының бұзылуын әшкерледі ғой, қандай екі топ қалыптасады? Бай және кедейлер, бай және кедейлер. Тым бай немесе тым кедей қалыптасады. Жақсы, өте жақсы. Жақсы, келесі топ. Ал сіздерге үшінші фактор қалды. Яғни экономикалық фактор. Экономикалық факторды қайсыларыңыз анықтадыңыздар? Қалай ойлайсыздар? Қандай экономикалық факторлар бар? Ресей қандай саясатты енгізеді? Одан басқа. Жаңа тап пайда болады, жұмысшылар. Ол нені дәлелдемесі? Дұрыс, капиталистік қатынастарды енгізілуі. Түсініп отырсыздар, жаңағы кеңес патша үкіметін жүргізген саясатына сәйкес капиталистік қатынастарды енгізеді. Соның ішінде Қазақстанды шикізат базасы ретінде қолданғысы келеді де, оның қазақтың, дәстүрлі қазақ қоғамының несін бұзады? Әлеуметтік құрылымын. Қандай фактор арқылы? Экономика. Жаңағы сіздер айтқан 3 фактор бойынша. Жақсы, сіздерде мынандай бағалау парағы. Сіздер үйде бұл тапсырманы орындадыңыздар, өздеріңізді бағалап жіберіңіздер. Қаншалықты сіз бұл тапсырманы орындадыңыз? 3 ұпай. Мына жерде алып келіп тұр, 3 ұпай. Максималды 3 ұпай. Неше факторды сіз анықтадыңыз? Сөйлеген оқушылар өзіне 3 ұпай қояды, себебі жаңағы сіздерде толық анықталған. Жақсы. Бағалау парағында сіздер байқадыңыздар, мұнда сабақтың әр кезеңіндегі тапсырмалардың ұпайлары берілген. Мен қаншалықты сіздер шынайы бағалап жатсыздар, байқаймыз, біз жаңағы коррекциялық жұмыспен талдау жұмысын жасаймыз. Жақсы, сабағымыздың келесі тапсырмасына. Балалар, назар аударайық тақтаға, барымыз бұрылайық маған. Мадия, Әділ, бұрылайық, маған бұрылайық. Тақтада сіздер байқап отырсыздар, 4 термин берілген, және 4 сурет берілген. Инфографика әдісімен осы суреттің қайсына жататындығын анықтау керек, қалай ойлайсыздар? Так, жақсы, Айжан, сөйлеңіз. Қазір. Айжан, сөйлеңіз. Бірінші сурет ол бата беру. Бата ол үлкендер, ақсақалдар әдеттер. Яғни мына суретке қандай термин келеді? Бата беру термин. Жақсы, келсем. Так, Асан, келесі. Екінші сурет ол қонақжайлылық. Жақсы, сіз ойлап тұрсыз мына жерде қонақжайлылық, себебі келіп жатқан адамды не істеп жатыр? Қарсы алып жатыр. Сіздерге мынандай сұрақ, қазақтарда неге қонақжайлылық қасиеті болды? Салт дәстүр, Айжан. Себебі қазақтар санаған қонақтар ол Құдайдың сыйлаған құтты адамдары, сол себепті міндетті түрде даладан келген адамды міндетті түрде үйге не істеу керек? Күту керек, сол себепті дәмнен таптыру керек. Жақсы, керемет. Балдар, сіздікі, келесі сурет. Үшінші сөз қырқынан шығару, төртінші сурет. Нәрестеге 40 күн толғанда оның адамдарды шақырып, қырқынан баланы шығару. Дұрыс, өте жақсы. Келсеңіз бе? Жақсы. Так, сонда мына сурет, ол сіздер білмей тұрсыздар, қинап тұрсыздар ма? Кішкене ерулік деген салт дәстүр.
Ерулік дегеніміз сол туысқандар қиналған кезінде көмек көрсетеді жаңағы өзінің ішіндегі сосын жаңадан көшіп келген ауылдағы адамға жаңағы ерулік жасап оны қонаққа шығарады. Қонаққа шақырады. Түсіндіңіздер, иә? Иә, түсіндіңіздер, иә? Міне осы. Так, келесі бұл тақырыппен байланысты тағы бір суреттер. Так, мына тұлғаларды білеміз ба? Так, бірінші суретте. Так, Біржан Сау, жақсы. Келесі. Келесі кім? Тәттімбет деді, кім айтты? Жақсы. Келесі. Ақан? Жақсы. Қол. Ажар? Жақсы, келесі. Яғлепкері, Аружан дұрыс өте жақсы. Шоңысы? Азанғапыл. Жақсы, міне анықтадыңыздар. Бұлардың барлығы кімдер, кім айтып жүреді? Так, Сафина. Олар ақындар, және де Немесе күйшілер, әншілер. Жақсы, балалар, енді осыны ойлай отырып, мына инфографика әдісімен сабақтың тақырыбын анықтайды. Ерасыл, тұр. Сабақтың тақырыбы. Қазақ халқының ертегі замандағы мәдениеті. Так, біз қай ғасырды қарастырып жатырмыз? 19 ғасырдағы мәдениеті. Қазақтың дәстүрлі мәдениеті. Соған сіздер байқадыңыздар. Не кіреді? Салт дәстүрлер. және де мәдениет, Ән өнері, дұрыс, жақсы ән күй өнері. Ұлттық аспаптар. Ұлттық аспаптар, иә сіздер бөліктіңіздер. Күйшілері, әншілері, музыка өнері қалғандары, дұрыс өте жақсы. Так, сонымен біздің сабағымыздың тақырыбын анықтайды балалар. Не қараңыздар. Так, бөлім Қазақстанның 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы, иә, сабақтың тақырыбы. Осы сол тақырыбына сәйкес зерттеу сұрағы. Неге 19 ғасыр қазақ халқының дәстүрлі музыка өнерінің гүлденген дәуірі деп саналды? Осыны сіздермен қарастырамыз. Так, жақсы, енді сабақтың жалпы мақсаты сіздер ұғып тұрсыздар. Қандай мақсат бізде енді? Ең бірінші мақсат. Қол, Сұлужан. Салт дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын анықтау. Дұрыс, жақсы. Таңхан, қалай ойлайсың? Екінші бізде қандай мақсат? Ерасыл. Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихын деректер ретінде Жаңағы тұлғалардың шығармаларының құндылығын анықтау, тарихтағы құндылығын анықтау. Так, үшінші, ұлттық музыкалық аспаптардың қолдану ерекшеліктерін естеу, сипаттау, білу, қолдану. Так, жақсы, не? Мақсатымызды анықтадық. Енді, балалар, бізде келесі тапсырмасы береміз. Сонымен, қараңыздар, қазақтардың 19 ғасырдағы салт әдет-ғұрыптары, олар мына біздің қазақ қоғамының отбасының құндылықтарын сақтауға және оны дәріптеуге және ішіндегі мүшелерді тәрбиелеуге үйретеді. Осы қатынастарды дамытуға үлкен рөл атқарды. Енді дәстүрлі қазақтардың ең басты дәстүрлі жаңағы салт дәстүрінің бірі ол қонақжайлық қасиет. Қазір наурыз айында біз сіздермен көріп жатырмыз, иә, наурыз айы көрісуден басталады. Тым қылмағанда үш үйге барып шығу керек екен. Ал кішкентай балаларды дорбасын беріп шығарған екен. Сол бала қай үйге келген кезде оған сақтық салып жүрген екен. Түсініп иә, дәм тартқызып. Не осындай қазақтардың жақсы жаңағы өзіне тән салт дәстүрлері бар. Жақсы болды. Келесі, осы жасы үлкен адамды құрметтеу деген дәстүр бар. Қалай ойлайсыздар, ол немен байланысты болды? Аружан. Дұрыс, жақсы. Оны мысалы тамақ берілген кезінде, дастархан жайылған кезінде қалай байқайсыздар? Сөйлемегендер сөйлесін, естайды. Үлкен адам келгенде жас бала тұрып қосылады. Одан басқа ас мысалы бешбармақ берілді. Астан басқа үлкен кісіні төрге шығару әдеті. Дұрыс, жақсы, тағы да аяғым. Студенттерге үлкен кісінің қолынан ет асуға. Ең бірінші дәмді таптырады кімге? Үйдегі атаға немесе әкесіне. Содан кейін ғана келесі жаңағы балалар үйдегі сол астан тамақ алады. Түсіндіңіздер, иә? Мысалы, ал сіздердің үйлеріңізде әке аталарыңыз жоқ, бірақ ағаңыз отыр. Ағаңыз отырғанда сіз
тамақтан дәм таттала аласыз ба? Жоқ, әрине, түсіндіңіздер ма? Сонда 19 ғасырға тән осындай салт дәстүрдің бірі, ол қонақжайлықтан басқа, ол үлкендерге құрмет сезімін көрсету. Сонда кішкентай бауыры жаңағы өзінің ағасына да құрмет сезімін осылай білдірген екен. Қандай керемет, дәстүрлер бізде қазақтардың. Қазіргі күні оны сақтауға бола ма? Сақтайсыздар ма? Сақтаймыз. Жақсы, керемет. Осыдан келе жатқан салт дәстүрлер. Тағы бір салт дәстүр, балалар, ол қай ойлайсыздар? Қазір наурызда не істелінеді? Бата беріледі. Так, жақсы. Асан бізге айтып жүрші, батаны кім береді? Қашан береді? Қай жағдайда береді? Қандай жағдай? Одан басқа. Тек қана сөзбен ғана бере ма, қара сөзбен? Сафина. Және де алдын ала қашан үлкендер дастарханға отырғанда бата тамақ ішіп болғаннан кейін бата береді. Сосын қырқынан шығарудан кейін бата береді. Мерекеде, салт дәстүр кезінде. Одан басқа. Естай, қошы. Батаны кейде өлеңмен, кейде қара сөзбен айтады. Дұрыс, немесе? Сұлжан? Тілек. Тілек, немесе өлеңмен де шығарған. Суырып салмақты білдірген осы жерде, өлең сөздермен де келтірген. Жақсы. Қалай ойлайсыздар? Бата керек па? Қазіргі таңда бұл сақталған ба? Сақталған, ол тілек, өте жақсы тілек. Так, жақсы. Енді қараңыздар, тағы бір ерекшелік бұл тақырыпқа жатады. Ол қазақ жерінде атақты Біржан, мынандай жаңағы майталмандар, ол Біржан Сал Қожағұлұлы, Жаяу Мұса Байжанұлы, Ақан Серік Қырымсаұлы, Құрманғазы Сағырбайұлы, Дәулет Керешбайұлы, Тәттімбет Қазанғапұлы, Құлаз Дүкенұлы, Қазанғап Тілепбергенұлы және басқа әнші композитор. Енді сіздерге мынандай сұрақ. Осылардың ішінде біздің Павлодар ертіс өңірінің бір ақыны бар. Жаяу Мұса Байжанұлы. Жаяу Мұса Байжанұлы. Сіздерге сұрақ. Неде Жаяу Мұса Байжанұлын сіз 5-ші сыныптан білесіздер? Оны Жаяу Мұса деп атаған. Себебі ол кісіні жылқысынан айырған және сол жаяу жүріп елдерді аралап ән айтқаннан Дұрыс. Және де оның тағы бір қасиеті болған, білесіздер ма? Қандай? Ол өзінің пікірін білдіре алған, өлеңдері арқылы. Сол кезде кішкене демократиялық көзқарасты және де өзінің наразылығын сол өлеңдерімен білдірген. Түсіндіңіздер? Не? Еске сақтап алдыңыздар ғой, Жақсы, керемет. Енді қазақтардың өзінің ұлттық болмысына сай 3 қасиет бар. Басқа елдің сұлтаны болғанша, өз елдің ұлтаны бол деген мақал қайсысына келеді? Сұлжан айтшы. Отансүйгіштік. Қалай ойлайсыздар? Неге? Неге қазақтарда сондай тән қасиет болды? Қазақ қоғамындағы байланысты, дәстүрлі қазақ қоғамында. 19 ғасырда бұл бұзыла бастады. Бұл қасиет қалды, бірақ оны патша үкіметі бұза бастады. Қиын, сіздерге. Жақсы, мен жауап берейін сіздерге. Қараңыздар, отансүйгіштік қасиеті негізінен ол ең ежелден келе жатыр. Сосын ру тайпаға қастандық жасаған адамды рудан немесе өзінің туып өскен жерінен естіген, қуып шыққан. Ол ең қиын қатаң жазалау болып саналған. Сол себептен қазақтарда, қазақ халқында, түрік халықтарында бұл өте қатаң жазалау болған. Сол себептен отан өз жерін сүю, сол жерін қорғау, оны дәріптеу жаңағы өте маңызды жаңағы қазақтарға тән болмыс болды. Және 19 ғасырда қазақтар ішінде, өзінің ру ішінде, тайпасының ішінде оны сақтап қалуға тырысқан. Қайта сіздер гипотеза бойынша байқасаңыздар, патша үкіметі оны не істеуге тырысқан? Керісінше ыдыратуға тырысқан, бірақ қазақтар бұны сақтап қалған. Бізде қазіргі таңда бұл қасиет бар ма әлі күнге шейін? Бар. Қалай ойлайсыздар? Ол тағы қандай бір түсінікпен байланысты? Біз өзіміздің аталарымызды білеміз, Неге білеміз? Себебі біздің шығу тегімізді, шежіремізді білеміз, ру тайпамызды білеміз. 100 деген түсінік, ол ру тайпаның осы мекендеген жерімен байланысты болды. Түсіндіңіздер, ерекшелік осы. Жақсы, тағы бір қасиет ол болмас қандай? Еркіндік. Жақсы, оны қалай дәлелдейсіздер? Қазақ деген сөздің түп мағынасы қандай? Так, қандай? Мадияр, қойшы пікіріңді. Қазақ деген сөздің мағынасы қандай 15-ші ғасырда? Неге? Оның шаруашылығы қандай болды? Көшпелі, дала адамы болды. Сол себептен ешкімге бағынғысы
Емел, еркіндікке ұмтыл. Жақсы, өте жақсы. Так, енді қараңыздар, Васильевтің мынандай бір цитатасы бар. Қырғыздардың ерекше қабілетке екендігіне еш күмән жоқ. Бұл халық бүгінгі күні өзінің бірегейлігін сақтап қалған. Халық шығармашылығының үлгілері, мақал-мәтелдер, ән-күй ертегілер, жұмбақтар, тарихи әңгімелер, туындылар халықтың бай тарихының бар екенін айғақтап, болашақ дамуының кепілі болып табылады. Бостандыққа, еркіндікке, ұмтылуға, кішіпейілдік, білімге, құмарлыққа тән қасиеттер. Жақсы, қалай ойлайсыздар? Келісесіздер ме Васильевтің сөзімен? Әрине, иә? Жақсы, келістік. Енді бірінші сіздерге мынандай тапсырма. Топпен қазір сіздер ойластырасыздар. Дәстүрлі қазақ қоғамында неліктен таптық және әлеуметтік қайшылықтар орын алған жоқ? Осының себептерін анықтаңыздар. Топқа бұрыламыз. Топта сіздер бұл сұраққа жауапты бересіздер. Ал ойланамыз. Ойлануға 2 минут. Так, жақсы, мұнда кейбір топтар сұрап жатыр. Дәстүрлі қазақ қоғамында неліктен таптық және әлеуметтік қайшылықтар орын алған жоқ? Қараңыздар. Мысалы, қазақ қоғамында неге ұрыс-керіс, бір-бірін түсінбеу деген мәселелер болған жоқ? Қалай ойлайсыздар? Ол керісінше пайда болды қашан? Таптың қазақ қоғамының бұзылуы, таптық құрылымның бұзылуы, жаңағы жүздің жойылуы, хандық биліктің жойылуы. Қандай жаңағы саясат кезінде жүргізілді ол? Патша үкіметінің жүргізген саясатына сәйкес. Енді сіздерге сұрақ. Қазақ қоғамының осы ру тайпалық құрылысы неге бұзылмады? Оған не себепті болды? 3 себепті анықтаңыздаршы. Ойланамыз, топта ойланамыз. Бірге ойлаңыздаршы. Идеяларды бір параққа қосыңыз. Қосайық. Жоқ, жай ғана жоқ. Бірінші ол елдің тыныштығын және салт дәстүрлерін сақтауын билер. Жақсы ой, мұнда қандай қандай тағы да бір түсінік оларға көмектесті? Дұрыс, мал шаруашылығы. Сосын екінші тағы рухани өмір көмектесті ма? Діннің ықпалы. Қалай ойлайсыздар? Қандай ойлайсыздар? Қазақ қоғамы неге мықты болды? Неге бұзылмады? Сосын ру тайпалық. Сосын өзін тегін білу көмектесті ма? Одан басқа біз мына жерде тақтада көрсеттік. Салт дәстүрлер. Одан басқа дін білдірді ма? Аха. Вот, өте жақсы. Олар еркін болды, бірақ сонымен тату болды. Неге? Вот, жазыңыздар. Аружан, сіздердің топтарыңыз. 3-ші топ. Софина. Майжан. Аяқтау жатса. 4-ші топ. 3-ші топ дайын, 4-ші топ керісінше, дайындалды. Так, уақыт керек сіздерге. Жақсы. Қосымша уақыт берейін. Жақсы, 10 секунд. 4-ші топ. Дайынсыз. Жақсы, бастадық. Ал, 1-ші топтан бастайық, сонымен. Сіздердің 1-ші дәлелдеріңіз. 1-ші дәлелдеріміз ол билер, себебі ел ішіндегі тыныштықты, салт дәстүрлерінің ешқай жерде бұзылмауы және осы қазақта екіншідағы түсініктердің барлығын ел ішінде билер сақтаған. Дұрыс, өте жақсы. Келсеңіздер, қошайтен қойыш? Екінші себептеріңіз. Дәлелдеріңіз. Әдет-ғұрыптарды сақтау және тыйымдар. Қазақ халқы ерте заманнан бері әдет-ғұрыптарды ешқашанда бұзбай, дала заңын сақтанған және әрдайым ата-бабаларын ұмытпай, осы арқылы бірегейлігін ұрпаққа әдет-ғұрыптарын жеткізген. Дұрыс, жақсы. Келісесіздер ме? Қандай?
Үшінші дәлел ол халықтың сана сезімі және отаншылдығы. Дұрыс, өзінің жерін сүю, туып өскен жерін сүю. Жақсы, келісесіздер ма? Қолдаймыз? Жақсы, екінші топты тыңдайық. Сіздердің дәлелдеріңіз. Мұнда болсаңыз, біраз камерасы. Себебі қазақ халқы еркін болды және де өте тату, бір-біріне деген жанашырлығы болды. Әсер, Және де олардың бір-біріне деген туыстық қатынасы жақсы болды. Олар сол көшіп қону арқылы да бір-бірімен көрісіп біліскен. Дұрыс, өте жақсы келсеңіз. Жақсы келсеңіз. Сіздер естайсыз ба? Сөйлемейді. Ажар, мүмкінсіз сөйлейсіз. Балнұр. Діннің ұрыс-керіске деген қарама-қайшылығы, яғни ислам дінінде ұрыс-керіске тыйым салынған. Және де екінші ол ру ішінде ұрыс-керіс пайда болса, оны ру басы әділ шешкен және де оны дұрыс санаған. Және үшінші ол адамдардың бір-біріне деген құрметі, яғни егер де ұрыс болса да олар өзіне құрмет көрсетіп тату. Жақсы, келісеміз бе? Сафина, назар аударсаңыз. қосқан салт-дәстүрлері біріктірген. Мысалы, бата беру, қонақжайлық және тағы да басқалар. Қазақтардың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері үй ішінде болмасып және адамдардың өзге де топтар арасындағы өзара қарым-қатынасты қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. Жақсы, балалар, мұнда ең басты құндылық не болды сонда? Туыстық қарым-қатынас және салт-дәстүрлердің сақталуы. Оны сақтаушылар кімдер болды? Одан басқа. Отбасы ішінде кімдер болды? Ақсақалдар, ең үлкендері, дұрыс. Сол себептен үлкенге үлкен құрмет көрсетілетін сол отбасыда, Мына сіздер шежіре бойынша неге аталарыңызды күшті білесіздер? Себебі сіздер олардың ұрпақтары болып саналасыздар. Түсіндіңіздер, Сол себептен әрбір қазақ өзінің шежіресін білуге міндетті болды. Және 19 ғасырда бұл дәстүр сақталып қалды. Жақсы, керемет. Енді сіздер карточкаларыңызбен ауысасыздар да бір-бірлеріңізді бағалайсыздар, жауаптарыңызды. Жаңа сіздер дәлел жазған кезінде кім құнды? Тариханмен ауысасың, немесе кіммен ауысасың? Бағалайсыздар бір-бірлеріңізді. Бұл тапсырмада. Инфографикамен неде, Жақсы. Бағаладық па? Бұл бағалап шықты. Енді маған назар аударайық. Оның бағалауларын жасайды, сол себептен енді маған назар аударайық. Балалар, мен сіздерге құнды тағы бір идея қосайын бұл жауапқа. 3 дәлелге қосымша бір дәлел қосып бергім келіп тұр. Қараңыздар, бұл сұраққа қандай жауап бар? Бір жақсы жауап бар. Ұлы дала табиғат көшпелі өмір салт маңдайға жазылған соң адамдар бір-бірін жатсынбай, бір-біріне арқа сүйеп өмір сүру керек екендігін түсіне білген. Далада себебі өмір сүру өте қиын көшпелі болған кезінде, Бұл қажеттілікті терең сезінген қазақ халқы адамның күні адаммен деген принциптері тіршіліктеріне тірек еткен. Әлеуметтік қайшылықтар орын алмауына қазақ халқының тектілігі, ұлттық болмысы да әсер етті. Қалай білесіз, сіздердің жауаптарыңыз келе ме бұл жауапқа? Тек қана сіздер бір факторды ұмытып кеттіңіздер, ол көшпелілік өмір, мал шаруашылығы. Жақсы. Келесі, екінші тапсырма сіздерге. Қонақжайлық, бата беру және отансүйгіштікке әрбіреуіңіз жеке берілген алдындағы парақтарыңызға жаңағы түсініктеме жазып жіберіңіздер. Қалай түсінесіздер? Ал, жазып жібереміз. Өзіміз жеке. Екіншісі бата беру, үшінші отансүйгіштік. Айжан, досайық бару, Сіз жалғыз бірінші орындарыңыз. Жақсы, Ерасылда дайын болды. Соңғы термин, отансүйгіштік.
Қандай материал пайдалануға болады? Керек болатын болса, фотошыш күтіп шығарады. Ал жауаптарыңызды тыңдайық. Мен 4-ші топтан бастағым келіп тұр. 4-ші топ. Нұрбек, сізден бастаса, қонақжайлық дегеніміз не? Тұрып жауап берсеңіз. Қонақжайлық дегеніміз қазақ халқының салт-дәстүрінің бірі. Адамдар арасындағы сырластық, бір-біріне деген құрметті қамқорлықты білдіреді. Кісінің адамгершілігін, айқын көрсетеді. Жақсы. Қонағасы деген сөз жата ма? Қонақжайлыққа? Жатады. Жақсы. Екінші топтан Асан сөйлесе, бата беруге. Екінші топтан Асан. Бата беруге. Тұрып, көнбейсіз. Сынып көрсіңіз. Бата беру үйден ақсақалдың кішілерге өз тілерінің ниетін білдіруі. Қонақжайлық. Жақсы. Яғни бата беру деген сол не істеу? Жақсы білдіру. Асан келсесі? Жақсы, келсеміз. Екінші топта. Кім сөйлейді? Ажар, сіз сөйлесеңіз. Үлкенге құрмет деген. Қандай дәстүр екен? Үлкенге құрмет дәстүрі ежелден пайда болған. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сөз бар. Әрбір адам үлкенге құрмет көрсету керек. Және де оны сыйлау керек. Жақсы, келісемін. Жақсы. Қосасыз ба? Қосыңыз. Қонақжайлық қазақ халқының бұрыннан келе жатқан аса құнды дәстүрі. Қазақтар қандай жол жүрген адамды болмасын күте білген. Сондықтан әрбір саяхатшы түкпір-түкпірден қазақтар күтіп алатынына кәміл сенген. Жақсы болады. Енді біз қазір сіздермен бір видео бейнебаян қарайық. Орындау үшін біз мына ресурсты қолданамыз, білім беру ресурсын. Оны тыңдау керек. Тыңдайық. Біз қалмау жоқ. Балалар, соңғы тапсырма. Не сіздер бейне баянды қарап шықтыңыздар. Сіздерде семантикалық карта деген мына жерде әр біреуімізге арналған кесте бар. Байқаусыздар ма? Аспаптардың түрлері және олардың 3 түрге жатқызылуы. Қиындығы былай. Мен қазір бір күйді қосқан кезінде сіздер тұра қалу керексіздер. Сосын отыра қаласыздар да белгілейсіздер галочкаларыңызды. Түсіндіңіздер ма? Қазір мен күйді қосқан кезінде сіздер тұра қаласыздар, күйді тыңдайсыздар, сосын отыра қаласыздар да қайта жұмыс істейсіздер. Түсініп отырсыздар ма? Естіп отырсыздар ма? Жақсы, дайынбыз бар? Все. Жұмыс істей береміз әзірше. Жұмыс істей береміз. Кірмейміз. Ал, бастадық. Отыра алдық, жұмыс істейміз. Тез ойлау қабілеттеріңізді көреміз. Шақасасыздар ма жоқ па? Кімнің білімі мықты екен? Қалай білесіз, солай белгілей, мен тақтадан қас көрсетемін. Жақсы, аяқтаған сияқтымыз,
жауаптарыңызды тыңдайық. Так. Так, ал, енді сіздер жауаптарыңызды тексересіздер. Ең біріншісі, қараңыздар, сыбызғы қандай аспап? Қандай аспап? Бүрмелі. Так, екінші, жетіген қандай аспап? Шертпелі. Келесіз бе? Так, сіздер келесі дабыл қандай аспап? Так, дабыл ұрмалы, дұрыс өте жақсы. Сұлужан, сіздер ұрмалы, тоқылдар жақсы. Келесі аспап? Ұрмалы, жақсы. Келесі? Тұяқтас, ұрмалы, келесем, сізде ше? Домбыра, шертпелі. Так, дауылпас, сізде ше? Ұрмалы, так, сіздер. Келесі кетті? Шертпелі. Так, үскірік ше? Так, үскірік. Бүрмелі, дұрыс, жақсы, сізде. Келесі? Бұғышақ. Так, бұғышақты қарай. Бүрмелі ма? Бүрмелі, жақсы. Келесі? Адырнан, шертпелі, жақсы. Так, и келесі? Дабыл, ұрмалы. Жақсы. Так, қателеріңізді қарай. Бір ғана қате жіберген оқушы қолын көтерсінші. Немесе 0 қате. Керемет. 2 қате жіберген, бар ма? Так, 2 қате. Жақсы, балалар. Енді ұпайларыңызды санап алыңыздар да, сіздерде кесте тұр. Осы кестеге барлық ұпайларыңызды қойып шығыңыздар. Санайық, неше ұпай жинадыңыздар? Жақсы, сонымен санадық, е? Так, енді сіздерге мынандай сұрақ. 34 ұпай жинаған оқушылар бар ма? 34-33 ұпай жинағандар. Так, жақсы. 30-дан 32-ге дейін жинағандар бар ма? Так, 27 мен 29-ның аралығында жинағандар. Так, 25 мен 23-ның аралығында жинағандар. Бір оқушы. Так, 20 ұпай жинаған бар ма оқушы бізде? Тәрхан. Қай жерде қиыншылық болды сізде сабақта? Қай жерде қиналдыңыз? Семантикалық карта отырған кезде. Кейбір не түсінбедің? Бұл аспаптарды, е? Қиналды. Жақсы. Так, мұнда кімде қандай қиыншылық болды? Сіздерде қандай қиыншылық? Так, сіздерде ұпайлар жоғары. Так, мұнда болды. Кімде төмен ұпай? Асан, сізде қанша ұпай жалпы? 31. Так, жақсы. Жақсы, жалпы неден мен байқадым, бүгін кішкене Тәңірхан, иә, бізде сосын Мадияр, сізден неше ұпай? 23. Жақсы, балалар, сонымен сабағымыздың қорытындысын шығарайық. Бүгінгі сабақта сіздер қандай білім алдыңыздар? Бүгін не білдіңіздер, не түсіндіңіздер? Өздеріңіздің білім қоржындарыңызға не салдыңыздар? Айжан? Бүгінгі сабақта мен қазақтардың қонақжайлығы және салт-дәстүрі туралы білдім. Және де көптеген үрмелі, ұрмалы және шертпелі аспаптар туралы білдім. Жақсы. Ажырата үйрендім. Ажыратуға үйрендім. Керемет. Аружан? Мен осы сабақта қазақтардың салт-дәстүрлерден және көй өлеңдерден маңызын түсіндім. Керемет. Жақсы. Бүгінгі сабақта мен қазақ халқының мәдениетін, олардың ұлттық асақтарын және қазақ халқының атақты күрішшілерін таныдым. Таныдым. Жақсы. Ажар, сіз не білдіңіз? Мен не түсіндіңіз? қазақтың мәдениетін оқыдым және де көптеген күрішшілерді білдім. Түрлерін. Так, жақсы. Тәңірхан, сіз не бүгін сабақта оқытыңыз? Не ұнады сізге? Не қиын болды? Қиын болды, семантикалық карта ұнады ол. Кинометафора және мен білдім. Дәстүрлер және қонақжайлық туралы білдім. Қайсысын өзің қолданасың үйде? Қолданасың ба? Иә, қонақжайлық. Қонақжайлық. Жақсы, керемет. Қошеметтеп қояйықшы тәрізді. Мен қазақтардың жаңа дәстүрін білдім, оларды жақсырақ таныдым және семантикалық картаны жасадым.
Жақсы. Енді өз-өздеріңізді бағалаңыздар, қалай жұмыс істедіңіздер? Былай жұмыс істедіңіздер ма? Былай жұмыс істедіңіздер ма? Былай жұмыс істедіңіздер ма? Қалай? Так, жақсы. Енді балалар, мына жерде блок ағашы, мынау жетістік ағашы. Мен ойлаймын, сіздер бүгін бір жоғарыда отырған оқушылар сияқтысыздар. Қалай ойлайсыздар? Сабақтың мақсатына сіздер жеттіңіздер ме? Ана бір жоғарыда отырған немесе бір-біріне көмектесіп жатқан қайсысын таңдайсыздар? Кім өзінің пікірін білдіргісі келеді? Баян, айтып жүрші. Қандай сен өзіңді қай жерде көріп тұрсың? бір-біріне көмектесіп. Аха, екі оқушы. Яғни топтағы жұмысқа көмек тиді ма? Иә. Тигізді. Жақсы. Айжан, сіз ше? Мен бір-біріне көмектескенді таңдаймын. Себебі менің ойымша бүгінгі сабақта біз біреуіміз бастаған, екінші толықтырған және де үшіншісі аяқтаған. Ана төменде қиналып жатқандар бар ма бізде? Таңырхан, сіз өзіңіз осылай сезінесіз бе сабақта? Қайсысында сезініп тұрсыз? Ортасында ма, астында ма? Ортасында, иә? Яғни жаңағы аспаптарды ажыратуда қиналдың, бірақ жалпы тақырыпты түсіндің ба? Түсіндің. Иә, 19 ғасырда мәдениеттің дамуы. Жақсы. Ана екеуі отырған ол кім, қалай ойлайсыздар? Баян мен Айдария келе ма осы суретке? Келеді, иә? Жақсы, балалар, қошаметтеп қояйық. Сабақтарға ұпайларыңызды санап шықтым, мен әділ бағаларыңызды қойғандарыңызды байқадым. Кейбір оқушылардың біраз бағалар бойынша коррекциялық жұмысты жасаймын, неге себебі кей тапсырмада мен келіспедім, иә, 1-2 ұпаймен. Жалпы, енді үйге тапсырма сіздерге. Келер жолы біз сіздермен мына ән-күй өнеріне үлес қосқан тұлғалардың шығармаларын толықтай қарастырамыз. Және де осы дерек көзі ретінде оны қарастырамыз. Сол себептен үйге тапсырма сіздерге қосымша мәлімет қарастыруда және олардың шығармашылығымен танысып, ең ерекше тұстарын анықтау, тақырыптарын анықтау. Сіздерге осындай үйге тапсырма, шығармашылық тапсырма. Жақсы, сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау сәлемет болыңыздар.